Сәлем достар, мен бүгін Валверстен келген гүлдерімді салайын деп жатырмын. Бірақ дегенменен оның алдында сіздерге мына Пиндододан келген раушан гүлдерім жайлы айта кетейін. Ноябрьдің 3 күні бұл гүлдер қолыма тиді. Бүгін ноябрьдің 20-сы өте жақсы алып кетті. Қараңыздар, 17 күнде бұл гүлдер тамырларын жақсы алып кеткен екен. Жаңа ашып қарадым, бұларды мен бастапқы кезде бөлек-бөлек құмыраларға отырғыздым ғой, бірақ тереземнің алдының тарлығы бір ыдысқа отырғызам деп шештім. 17 күндегі нәтижесі өте адам қуантарлықтай. Енді оның алдында мен мынадай раушан гүлдеріне Валверстен заказ берген болатынмын. Мен жалпы гүлменен көптен айналысам міне, бірақ соның ішінде дала гүлдерімен айналысып көрмеппін. Егіп, бүйтіп бір жылдар айналыстым, бірақ биыл кәдімгідей соған ден қойып, биыл айналысып жатырмын. Октябрьдің 13 күні қолыма тиген раушан гүлдері, Валверстен алған роза гүлдері, 8 түрлі сортын алдым. Білмеймін, бұның қасында Пиндододан келген гүлдер әлдеқайда жақсы ма деп қалдым. Бір нәзік, бір өте бір сондай болып келді. Бір айда бір керім нәтиже бергенде жоқ бұл гүлдер өсіп. Алдағы уақытта қыс суық, оның үстіне біздің Маңғыстаудың қысы. Алдымда мен бұл гүлдерді үйге ектім. Содан кейін бүгін ноябрьдің 20-сында енді алдағы уақытта сіздермен бұлардың қалай өсіп, қалай тамырлап жатқандығын бөлісіп отыратын болам. Әрине менің тәжірибемді қайталап көрін деп айтпаймын, өйткені бұл менде бірінші тәжірибе. Мен бұл гүлдерді ектім жаңа. Мен істеймін карневин. Одан кейін мынау өткендегі Қытайдан келген, көк Қытайдан келген удобрение, білмеймін не удобрение екен. Осы роза гүлдермен бірге келген болатын. Алдымда 2-3 литрлік банкіге езіп қойдым. Қазір әлде де үстіне су араластырып, осы гүлдеріме құйып шығатын боламын. Нәтижесін енді алдағы уақытта күтіңіздер, көреміз. Көктемге дейін жете ме, жетпей ме, өліп қала ма, әлде керісінше тамыр алып кете ме, ол туралы бөлісіп отыратын боламын.